Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Қасиетті Рамазан айы баршаңызға құтты болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға талқаннан кереметте джем десертін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ыдысқа талқанды саламыз, тәтті болғанын қаласаңыздар, қант қоссаңыздар болады. Егер тым қатты болғанын қаламасаңыздар, қажеті жоқ. Енді оның үстіне қоюлатылған сүтті, яғни сгущенканы қосамыз, және де сары майды ертіп қосатын боламыз. Сары майды микротолқынды пеште ерітіп қостым, май тым қатты ыстық болмау керек. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Алғашқыда қасықпен араластырамыз, одан кейін осылай қолмен жақсылап араластырамыз. Және де мен әдемілік үшін осындай арнайы кекске арналған формаға орналастырдым. Егер де сіздерде болмаса, ол міндетті емес, кез келген форманы жасап шықсаңыздар болады. Талқанмен жұмыс деген өте ыңғайлы, сондықтан да кез келген форма жасап шықсаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай формаға осылай жақсылап орналастырамыз. Құрметті қыз келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Енді бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Келесі форма бізде полусфера деп аталады. Тағы да айта кетейін, егер де сіздерде бұндай форма болмаған жағдайда, қолмен жай ғана картошка пирожныйның формасын жасап шықсаңыздар болады. Және де осылай барлығын орналастырып, бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Мінекей джемтеріміз дайын, тоңазытқышта 1 сағаттан аса тұрды. Енді формасын асықпай шешіп аламыз. Барлығын осылай асықпай формасынан шешіп аламыз. Және мен Қазақстан шоколадын сүт қосып, микротолқынды пеште ерітіп алдым. Барлық қоспаларын төменге описание бөліміне қалдыра кетемін. Міндетті түрде жасаңыздар. Және айта кетейін, шоколадты еріткенде 30 секунд сайын шоколадты алып, қозғап, сосын қайта салып, осылай 2-3 мәрте істеп ерітіңіздер. Бірден ыстыққа ерітсеңіздер, шоколадтарыңыз іріп кетеді. Міне джемтерді шоколадқа батырамыз. Дәл осылай барлық джемтерді шоколадқа батырып аламыз. Барлық джемтерді шоколадқа батырып алғаннан кейін қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осындай үгітілген жержаңғақты сеуіп шықтым. Әдемі әрі дәмді болады. Енді осыны тағы да 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Келесі кезекте кекстің формасындағы женттерімізді асықпай аламыз. Негізі осындай формамен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Барлығын асықпай шешіп алғаннан кейін арнайы капсулаға салып, тарелкеге ұсына берсеңіздер болады. Негізі бұндай капсулаға салу міндетті емес, жай дастарханға сәндік үшін салып қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Өте тойымды және де пайдалы, дәмі сөзсіз керемет болып шығады. Дастарханға салғанға да өте әдемі көрінеді. Сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Оразадан оразаға аман есен жете берейік.